Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңсіздіктерді шешу. Сабақтың мақсаты қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу, тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу. Белгісізі, яғни айнымалысы, тригонометриялық функциясының аргументі түрінде берілген теңсіздікті тригонометриялық теңсіздік деп атайды. Қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерге есімізге түсірейік. Синус x үлкен А, синус x кіші А. Синус x үлкен немесе тең А, синус x кіші немесе тең А. Енді косинус x. Косинус x үлкен А, косинус x кіші А, косинус x кіші немесе тең А, косинус x үлкен немесе тең А. Тангенс x А, тангенс x кіші А, тангенс x үлкен А, тангенс x үлкен немесе тең А, тангенс x кіші немесе тең А. Котангенс x қарайық. Котангенс x үлкен А, котангенс x кіші А, котангенс x үлкен немесе тең А, котангенс x кіші немесе тең А. Синус x үлкен немесе тең А тригонометриялық теңсіздігі болады. Синус x үлкен немесе тең А. Енді осы тригонометриялық теңсіздікке мысал қарастырайық. Бірінші мысалды қарастырайық. Синус x үлкен немесе тең минус 2-ден 1. Осы мысалды біз қарастыруымыз керек. Яғни біз бірлік шеңберін қолданамыз. Мынау бізде қарап тұрсаңыздар, бірлік шеңбері. Бірлік шеңбері дегенді білесіздер, 10-шы сыныпта оқисыздар, яғни ол 0 нүктесінен 1 сантиметрді орналасқан шеңберді айтамыз. Енді қараңыздар, синус x минус 2-ден 1. Минус дегендіктен, яғни бізде мынау y-тің бойында, яғни ордината бойында минус 2-ден 1 дегеніміз 0,5. Яғни біз мына жердің ортасында қарастырамыз. Сол ортасы арқылы түзу сызық сызамыз. Көріп тұрсыздар, түзу сызық көріп тұрсыздар. Енді бізде мына таңба бойынша үлкен немесе тең ол қатаң емес. Сондықтан біз мына жерде мына нүктемізді не істейміз? Бояймыз. Енді қараңыздар. Енді шеңбермен түзудің қиылысу нүктелеріндегі бұрыштарды анықтаймыз. Мына жерде бізде 4 ширек орналасқан. Енді біздің мына жерде қиылысу нүктесін қарайтын болса, бұрышымыз қай жерде жатыр екен? Минус пи бөлінген 6. Сіздер білесіздер, балалар, минус пи бөлінген 6-мыз, олар минус 30 градус. Дұрыс қой? 30 градус. Енді біз қай нені қарастырамыз шеңбердің? Яғни біз мына y бойындағы минус 2-ден 1 нүктесіндегі жоғары бөлігін шеңбердің қарастырамыз. Бағытымыз біздің сағат тіліне қарама-қарсы. Қарама-қарсы бағытта біз бұрыштарды қарастыруымыз керек. Енді балалар, сіздер білесіздер, мына жерде бізде мына бұрышымыз 180 градус, яғни пи. Енді қарасаңыздар, мына жерде қиылысу нүктесі мына жерге жетпей тұр. Яғни бізде одан пидің асып тұр. Сонда біз пиға қосамыз минус, мына жердегі пи бөлінген 6, яғни біз мына жерден аламыз 7 пи бөлінген 6. 2 градус тауып тұрмыз. Енді біз қарастырамыз осы доғаны қарастырамыз, яғни осы шеңбердің бойындағы нүктелерді. Енді жаңа айтып кеттік, бізде қатаң емес, сондықтан бізде мына жерде x-іміз тік жақсы жазылады. Қатаң болмағандықтан минус 2-ден 1-міз
2-ден 1 міне мына нүктеміз қандай нелерде бұрыштарда мына жерде қиылысқан екен. Яғни әрқашанда балалар естеріңде болсын. Біз жазғанда минустан бірінші, минустан арман қартай жылжимыз, яғни минус пи бөлінген 6 қосамыз 2 пи. Балалар білесіздер ме, 2 пи енді сіздер жақсы танисыңдар, 2 пи дегеніміз это біздің периодымыз, 2 оған 180 градусты қосқанда сіздердің мынау бізде толық период шығады. N дегеніміз мына жерде. Мына N-міз жаңа айтып кеттік жоғарыда, яғни бұл бізде бүкіл бүтін сандар жиыны. Сондықтан бұл мысалдың жауабы былай жазылады. Енді қарастырайық. Синус x кіші А. Тригонометриялық теңсіздігі. Не берілген мысалды қарастырайық. Мысал, екінші мысалды қарастырайық. Синус x кіші түбір астында 2 бөлінген 2. Қараймыз, синус x кіші түбір астында 2 бөлінген 2. Енді қараңыздар. Мынау біз тағы бірлік шеңберді қолданамыз, қарастырамыз. Енді біз түбір астында 2 бөлінген 2-ні міне мына жерде қарастырамыз. Сол арқылы не істейміз? Түзу сызық сызамыз, Түзу сызық сызғанда жаңағы алдындағы айтып кеткен мысал арқылы біз қиылысу нүктесін қарастыруымыз керек. Ол қиылысу нүктеміз қандай мәнде жатқанын білуіміз керек. Яғни синус x-тің қандай мәнде қиылысу нүктесі пайда болды. Бізде мына жерде қараңыздар, мына жерде неліктен ашық болып қалды? Ана жерде бағанағы мысалда ол боялған болды, нүктеміз. Өйткені онда қатаң емес болды. Ал енді бізде таңбамыз мына жерде қатаң болғандықтан біз мынаны ашық күйде қалдырамыз, нүктелерді. Енді қараңыздар, жоғарыда айтып кеттік, біз бағытымызды сағат тіліне кері бағытта мына шеңбер бойында қарастырамыз. Енді қараңыздар, сонда біз бағана жоғарыда айтып кеткенде минустан терістен плюсқа қартай, минуста плюсқа қартай, яғни минус 5 пи қосу 4 пи қосу 2 пи. Мына жерде пи бөлінген 4 қосу 2 пи n. Бұндағы n барлық бүтін сандар жиыны. Енді косинус x, бағана біз синус x-тарды қарастырдық, оқушылар. Енді косинус x кіші А тригонометриялық теңсіздігін қарастырайық. Мысал, үшінші мысалды қарастырайық. Қараңыз, косинус x кіші А, яғни А-ның орнына біз алдық 2-ден 1. 2-ден 1 дегенді балалар сендер білесіздер, 2-ден 1 дегеніміз 0,15. Біз жаңағы айтып кеттік, бірлік шеңбер дегеніміз барлық жері 1 сантиметр болатын болса, 0,5 жаңада айтып кеткендей бізде болады. Мына жерде біз онда OX-тің, мына X-тің бойына неме? Түзу сызық сызамыз. X-ті, міне, бұлай. Y-қа параллель кетті. Енді қараймыз. Мына шеңбермен, бірлік шеңбермен түзу сызықтың қиылысу нүктелерін бізге анықтау керек. Нүктелерін анықтаймыз. Енді қарасаңыздар, бұл нүктелер, мына нүкте, мына бағытта, сағат тіліне қарсы бағыттағы, яғни 2-ден 1 мына берілген үзуіміз сол жағында беріледі. Міне қараңыздар, сол жақ бойынша. Және де мына жерде нүктелерді көп тұрсыздар ғой, ашық түрде қалдырылған, өйткені бізде мынау қатаң, таңбамыз қатаң. Сондықтан біз солай қалдырдық. Енді қараңыз, жауабын қараймыз осыдан. Бұлай сағат тіліне қарсы бағытта болғандықтан пи бөлінген 3 қосу 2 пи деп жазамыз. Және 5 пи бөлінген 3 қосу 2 пи. Бұндағы n барлық бүтін сандар жиыны. Келесі. Енді қараңыздар. Косинус x үлкен немесе тең А. Тригонометриялық теңсіздігі. Қараймыз. Мысал келтірейік. Бұған біз 4-ші мысалды алдық. Мысалымызды қараңдар. Косинус x не тригонометриялық
теңсіздікке балалар. Қараңыздар, үлкен немесе тең, қатаң немесе минус, мына бізде А-ның орнында түбір астында 3 бөлінген 2 берілген. Түсінді ме? Енді қарайық, бізде мына А-мызды, мына А-ның орнында берілген мәнді біз қарастырамыз. Яғни, бірлік шеңберге сүйенеміз, бірлік шеңберді аламыз, мінекей, бірлік шеңберді. Мына жерде көріп тұрсыздар ма? Бірлік шеңбер. Яғни, минус болғандықтан біз мына жерде, міне, нүктені минус түбір астында 3 және 2 нүктесін арқылы түзу сызық жүргіземіз. Түзу сызық жүргізесіздер, иә? Енді қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Қиылысу нүктелері, түзу сызық пен шеңбердің қиылысу нүктелері боялып тұр, иә? Өйткені біз жаңа айтып кетті, бұның таңбасы қатаң емес. Енді қарастырамыз. Біз сонда бұл біздің мына бағытымыз, мына оң жақтағы шеңберді қамтиды екен. Көрдіңіздер ме? Мына шеңбердің оң жағы қарап тұр. Міне, шеңбердің оң жағы. Енді қараймыз мына жерде. Жауабын қараңыздар. Бірінші біз айтып кеттік. Жоғарыда, минус 5π бөлінген 6, яғни жауапты минусты бірінші жазамыз, минус, өйткені біздің бағытымыз былай кетті, минус 5π бөлінген 6, қосу 2π-ді білесіздер, оны жаңа айтып кеттім. N, 5π, міне қиылысу нүктесі, бөлінген 6, қосу 2πn. Бұндағы n-міз, біздің жаңа айтып отқан n-міз, бүкіл бүтін сандарға тиісті. Келесі біздің тангенс x кіші А тригонометриялық теңсіздігін қарастырайық. Бұл теңсіздікті қарастыру үшін мысал, 5-ші мысалға көңіл бөлейік. Тангенс x кіші түбір астында 3. Мына жерде қараңыздар, міне бізде тангенс x-ті, міне біздің тригонометриялық теңсіздігімізде, мынау бізде кіші, яғни ол бізде міне қатаң. Қатаң дегенде білесіздер, бізде нүктелерді ашық күйде отырамыз. Енді қарайық, біз әрқашанда сүйенеміз бірлік шеңберге. Енді қараймыз, түбір астында 3, яғни қандай ненің бойында, координата бойында біз түбір астында 3-ті белгілеп аламыз. Енді түбір астында 3 бен қараңыздар, мына жерде түзу сызық жүргіземіз, және де бұның мына берілген нүкте арқылы нөлға дейін біз түзу сызық жүргізу арқылы бұның арасында жатқан бұрыштарын анықтауымыз керек. Сонда жаңа айтып кеткендей, біз мына жерде қараңыздар, мына қызылмен боялған жағдайды ғана қарастырамыз, көрдіңіздер ме? Енді сонда біздің мына x-іміз жауабында, мына жақшаға көңіл бөліңіздер, мынау бізде мынандай жай жақша жазылады, өйткені бізде қатаң беріліп тұр. Сонда минус π бөлінген 2, яғни π бөлінген 2-ні білесіздер ғой балалар, мынау 180 градус болса, мынау 90 градус, мынау 90 градус болады. Қосу πn, π бөлінген 3, мына жердегі қосу πn. Жай жақшамен жабылады. Бұндағы n бүкіл бүтін сандар жиыны. Енді тангенс үлкен немесе тең А теңсіздігінің тригонометриялық теңсіздігін қарастырайық. Оған мысалға келтіреміз. Қараңыздар, тангенс x үлкен немесе тең түбір астында 3. Енді қараймыз. Бірлік шеңберді аламыз. Нүктені көрдіңіздер ме? Нүктелері боялған, жоғарыда айтып кеттік. Егер де таңбасы үлкен немесе тең болса, ол қатаң емес. Яғни біздің нүктеміз боялынады, және түзу сызық сызылады. Көрдіңіздер ме? Енді біз мына аралықты қарастырамыз. Көрдіңіз? Қызылмен берілген аралықты. Және біздің бағытымыз сағат тіліне қарсы, Енді қараймыз. Бізге осы мысалдың жауабын қарастыруымыз керек. Енді қараймыз, мына жерде π бөлінген 3 қосу πn
пи бөлінген 2 қосу pn. Енді қараңыздар, көрдіңіздер ме мына жерден? Яғни мына пи бөлінген 3-те мына аралықта екен. Түсінікті ме? Бұндағы n-міз тиісті z-қа. Енді қатаңыз x үлкен a-ны қарастырайық. Теңсіздігін. Мысал келтіреміз, қатаңыз үлкен -1. Енді мына ширекті қарастырайық, балалар. Бізге -1 нүктені көруіміз керек, -1. Енді біз айттық, бірлік шеңберіміз 1 сантиметр. Енді қараймыз, -1-ді біз минус болғандықтан, міне мына жерден қарастырдық, міне -1. -1. Міне бізде -1-іміз тұр. Енді қараймыз, бізде мынау қатаң емес, таңбасын көріп тұрсыңдар ма? Қатаң емес. Яғни бізде қатаң емес болған жағдайда бізде мына жерде бізде ширекті біз қарастырамыз, қызылмен берілген. Көрдіңіздер ме? Яғни pn міне 180 градус 3π міне нүктесі 3π бөлінген 4 қосамыз pn-ға. Сонда бізде қатаңыз x-тің теңсіздігінде бізде түзу сызық не былай кетеді екен. Көрдіңіздер ме? Не түзу сызық. Мына жерден шеңбермен міне мына жерде түзу сызық болады. Жауабы былай жазылады. n дегеніміз бүкіл сандар жиыны. Ал енді құрметті оқушылар, осы тақырыпқа байланысты сіздер 171-ші беттегі номер 21-де 1, 21-де 2, 21-де 3 және 21-де 4 тапсырмаларында берілген дескрипторларды, яғни қарапайым тригонометрия теңсіздіктерді шешеді деген дескриптор арқылы осы тапсырмаларды қарастыруға болады. Сау болыңыздар.